Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге миллионер болмайтыныңыздың 10 белгісі жайлы айтатын боламын. Әлемдегі әрбір адам миллионер бола алады, бірақ барлығы мұндай мүмкіндікті қолдана бермейді. Сіздер неге әлі миллионер емес екеніңізді білгіңіз келсе, онда мені мұқият тыңдаңыздар. Сіз беріліп жұмыс істейсіз. Мектептен бері айтып, құлағымызға сіңіп кеткен сөздер, барынша беріліп жасаған жұмыс табыс кепілі. Қаржы кеңесші Рик Эдалманның ойынша, бұл шындықтың бір ғана бөлігі. Егер өміріңізде жасап жүрген нәрсенің бәрі қиын болса, сіз ешқашан бай болмайсыз. Қомақты қаржы жинау үшін тек қана қажырлы еңбек ету жеткіліксіз дейді Рик. Еңбектен бөлек жиған тергенізді ақылмен жұмсай білу керек. Мысалы, ақшаны қор нарығына, депозитке тағы да басқа қаржы құралдарына салып қою. Сіз өз уақытыңызды ақша табуға емес, ақшаны үнемдеуге жұмсайсыз. Кейбір адамдар ақшаны үнемдеуге көп көңіл бөледі. Мысалы, өз уақытын қосымша қаражат табуға емес, дүкен аралауға арнайды. Біз жеңілдіктер іздеуге сонша көп уақыт жұмсаймыз, және соның кесірінен ақша табу мүмкіндігінен жіберіп аламыз, дейді миллионер Стив Сиболт. Үнемдеу стратегиясынан бас тартудың қажеті жоқ. Алайда, егер сіз бай адамдар сияқты ойлағыңыз келсе, ақшаның жетіспеушілігіне алаң болмаңыз. Оның орнына қаржы табу көздерін іздеңіз. Бай адамдар қаржы табу көздерінің неғұрлым көп болуына көңіл бөледі. Сіз өзіңізге ала алмайтын заттарды аласыз. Егер сіздің табысыңыздан шығыныңыз артып тұрса, сіз ешқашан бай болмайсыз. Менің компанияларым мен инвестицияларым маған сенімді қаржы көздерін алып келмегенше, мен ешқандай қымбат сағатта, көлікте алған жоқпын. Миллионер бола тұра, мен Toyota Camry көлігімен жүрдім. Сатып алған қымбат бұйымдарыңызбен емес, өзіңіздің жеткен жетістіктеріңізбен танымал болыңыз, деп жазды миллионер Грант Кардоне. Тұрақты жалақыңызға көңіліңіз толады. Қарапайым адамдар жұмыс жасаған уақытына қарай жалақы алады. Ал бай адамдар істеген жұмысының нәтижесіне сәйкес жалақы алғанды жақтайды. Адамдардың көбісі үшін жалақы гүлденуге ең қарапайым және қауіпсіз жол. Бірақ олар біледі, өзін жұмыспен қамту баю жолындағы ең тез амал, дейді Стив Сиболт. Әлемдік бизнестің өкілдері өз компанияларын жетілдіріп, ақша табуға мүмкіндік іздеп жүргенде, миллиондаған адамдар қарапайым жұмыстарында қалып, өздеріне кіріс табуға кепіл береді. Сіз инвестиция жасауды бастаған жоқсыз. Қаражат табудың ең тиімді жолы инвестиция жасау. Неғұрлым ерте бастасаңыз, соғұрлым өзіңізге жақсы. Орта есеппен алғанда миллионерлер бір жылда тапқан табысының 20%-ын инвестицияға салады, деп жазды өзінің «Мен сіздерге баюды үйретемін» атты кітабында Рамит Сетти. Олардың байлығы жыл сайын тапқан сомаларымен емес, уақытында инвестиция жасағанымен есептеледі. Қаржы құралдарына ақша салу үшін қаржы сарапшысы болудың қажеті жоқ. Қарапайым нәрсеге ақша салуды бастасаңыз, соның өзі сізге үлкен қаражат алып келетіні көресіз. Сіздің жұмысыңыз өзіңізге ұнамайды. Егер сіз табысты адам болғыңыз келсе, өз жұмысыңызды жақсы көруіңіз керек. Бұл сіздің болашақтағы өміріңізді жасайды. Мамандық таңдауда көп адамдар қателеседі. Өзгелердің пікірін тыңдап, өзіне ұнамайтын мамандықты таңдайды. Өзгелердің арман мақсаттарын қуамын деп, сіз сонда таңдаған мамандыққа көңіліңіз толмайды, деп жазды миллионер Томас Карли әдеттеріңді өзгерт, өміріңді өзгерт мақаласында. Оның айтуынша, жұмыс таңдауда сіз тек өзіңізді тыңдауыңыз керек. Басқа жағдайда ұнамайтын іспен айналасып, бай бола алмайсыз. Сіз жайлы аймақтан сирек шығасыз. Егер сіз баюға бет бұрсаңыз, сенімсіздік пен дискомфортқа үйренуіңіз қажет. Бай адамдар жайлықты белгісіздіктен іздейді. Орта кластың ой санасының басты мақсаты физикалық, психологиялық және эмоционалдық жайлылық.
ойшылдардың есебі бойынша бай адамдарға жайлылық маңызды емес. Олар әрдайым белгісіздікте жұмыс істеп, осы жағдайда жайлылық табуға үйренген, дейді Стив Сиболт. Сіздің қаржылық мақсатыңыз жоқ. Алға қойған мақсатыңыз болса, ақша жинау оңайырақ. Мақсат ретінде мына нәрселерді қолдануға болады: үй сатып алу, шетелге өмір сүру, ай сайын саяхаттау және тағы да басқалары. Өзіңізге мақсат табыңыз, оны ақ қағазға жазыңыз. Көп адамдар түсінбейтін бірінші себеп ол өздеріне не керек екенін білмеу. Бай адамдар не керек екенін жақсы біледі. Олар байығысы келеді, дейді миллионер Харв Эккер. Сіз бірінші жұмсайсыз, сосын жинайсыз. Бай боламын десеңіз, бірінші ақшаның бір бөлігін жинау үшін бөліп қойыңыз, сосын қалған соманы жұмсайсыз. Дэвид Бах автоматты миллионер кітабында былай дейді: адамдар бірінші несие төлейді, телефонға төлейді, үйге төлейді. Ол табысты бірінші жинауға жіберуден бастау керек дейді. Ал ең жақсы амал сіздің карточкаңыздан автоматты түрде бір сома жинақтау шотына аударылып тұруы. Мұндай қызметті кез келген банкте қостыруға болады. Сіз бай бола алатыныңызға сенбейсіз. Байлық тек бақытты адамдарға берілетін қасиет деп ойлайтын адамдар көп. Шынымды айтсам, капиталдық мемлекетте кез келген адамның бай болуға құқығы бар, дейді Стив Сиболт. Миллионер мәселені неге мен емес деген сұрақтан бастап шешуге кеңес береді. Өзіңізге сеніңіз және тым болмаса 1 миллион теңге табуды мақсат қылыңыз. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған $KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.